Сәлем, егер де сен клиентіңді небәрі 3 секундтың ішінде ұстап қала алмай жүрсең, онда сенің тақырыбыңда қателік бар деген сөз. Менің видеомды соңына дейін көретін болсаң, тақырып жазудағы құпия 7 формуланы білетін боласың. Баршаңызға сәлем, бұл қазақша кооператив каналы, сіздермен бірге Нәзікен Ашырбай. Бүгінгі сабағымызда тақырып жазудың 7 формуласымен бөлісетін боламын. Тақырып жазу не үшін керек? Жалпы тақырып дегеніміз, ол сіздің клиентіңізді небәрі 3 секундта ұстайтын құрал. Егер де сіз OLX-қа жарнама салғыңыз келсе, сіздің жасаған суретіңіз әдемі, жазған тақырыбыңыз идеально және текстіңіз круто болса, сіз оны ақылы алаңға шығару керексіз, яғни топқа шығару керексіз. Сонда ғана сіздің клиентіңіз сіздің тауарыңызды көретін болады. OLX-та тақырып қалай жазылады? Яғни OLX-қа жарнама салып жүрген кісілер болса, оны білуі мүмкін. Егер де сіз білмеген, бұрын-соңды жарнама салмаған болсаңыз, осы видеодан толыққанда қарап түсіне аласыз. Жалпы OLX-қа жарнаманы салған кезде заголовок деген жер болады. Сол заголовок деген жерге кілт сөздерді жазамыз. Яғни кілт сөздер дегеніміз қалай? Егер де сіз мебельмен айналысатын болсаңыз, мебель на заказ, мебель на дому, кухонный набор, болмаса жаңағыдай гостиный мебель деген сияқты, яғни мебель деген кезде кім қалай сізді іздейді, солай кілт сөздерді жазамыз. Яғни сіз мысалы мебельді 2 күнде жеткізу арқылы бесплатно доставка ал деген сияқты, сіз тақырыпты қоймайсыз ол жерге. Ол описанияға жазылатын тақырыптың түрі. Ал заголовка сіз ондай тақырыптар қоймайсыз. Ол клиенттер сізді мысалы 2 күнде жеткізіп, доставкамен жеткізіп беретін адам бар ма деп іздемейді. Ол жерге тек қана поиск деген жерге мебель деп жазады. Сол кезде сіздің рекламаңыз ол кісіге бірінші көрінетін болады. Яғни одан кейін барып сіз заголовокты жаздыңыз, заголовокты 70 символға дейін сияды. Сіз ол жерге тек қана үлкен әріптермен жазуға болмайды. Яғни ол қабылданбай қалады. 1-2 сөзін үлкен әріппен жазсаңыз, қалғанын кіші шрифттермен жазу керек. Одан кейін барып описание деген жерге, описанияда сіз өзіңіздің жасаған салаңызға байланысты клиентті ұстап қалатын тақырыптарды жазасыз, яғни үлкен әріппен барлығын толыққанды жазасыз. Одан кейін барып астына пробел тастайсыздар, яғни абзац тастайсыздар. Бір-біріне сөйлемдердің барлығын жаңағыдай арасын аспастан жазуға болмайды. Яғни клиент бір қарағанда сіздің тақырыбыңызға ұсталғанын қаласаңыз, оның астына абзац қоясыз. Содан кейін барып сіздің өзіңіздің товар услуга қызметіңізге байланысты описаниясын толтырасыз. Ол жерге не жазылуы мүмкін? Характеристикасы, сапасы, доставкасы, жаңағыдай қанша күн нәтиже алады, одан қандай клиентке пайда, яғни сіз өзіңіздің қызметіңізді қаншалықты толыққанды сапалы түрде жасасыз, сол кезде сізге клиент келетін болады, яғни заявка түсетін болады. Ең соңында клиентті іс-әрекетке шақыратын call to action ұмытпаймыз. Яғни call to action дегеніміз ол клиентті іс-әрекетке шақырып, сіздің тауарыңыздың сатып алуға итермелейтін амалды айтамыз. Яғни оны қысқартқан тілде STA деп айтады. Одан кейін нөмірді қалдыруды ұмытпаймыз. Егер Instagram парақшаңызға өткенін қаласаңыз, Instagram парақшаңда белгілеп, яғни ол жерден де өзіңіздің қызметіңізді таныстыру мақсатында қойып кете аласыз сілтемесін. Ал Instagramға келетін болсақ, Instagramда ол жерде заголовок деген нәрсе жоқ. OLX-тағыдай ол жерде кім қалай іздейді деп бас қатырмаймыз. Яғни клиентке өтетін тақырыпты қоямыз. Мысалы, сіз мебель алғыңыз келеді, бірақ мебельді қалай таңдауды білмей жүрсеңіз, яғни Instagramда сізге мебель таңдауда 2 қателік болмаса, мебель таңдаудың 2 оңай жолы деген сияқты тақырып қоятын болса, яғни сіз ол тақырыпқа ұсталып қаласыз. Неге? Өйткені сіз жаңа үйге қоныс аударып жатырсыз және сізге мебель таңдау өте қиын. Сондықтан ол ақпарат сіз үшін өте маңызды. Тақырып жазудың техникасы қандай? Мұнда ең басты нәрсе ол аудиторияға бағытталған болу керек. Яғни аудиторияға не нәрсе қажет, кім қалай қабылдайды, оның проблемасы қандай, қажеттілігі қандай, қаржылық жағдайы қандай, яғни аудиториямызды анықтап алғаннан кейін ғана осы тақырыпты аудиторияға бағыттап жазады екенбіз.
Менің алдыңғы видеоларымды қарасаңыздар, аудиторияға анализ деген сабағым бар. Сол сабақтан жалпы аудиторияға арналған өзіңіздің аудиториялық аватарыңызды құру бойынша сегменттерге бөлінген сіздерге көрсеткенмін. Соны видеоны қарап алуға кеңес беремін. Сол видеоды қарап алғаннан кейін ғана сіз өзіңіздің аудиторияңызға нақты бағытталған тақырыптарды құрастыра алады екенсіз. Ал сайтқа келетін болсақ, сайтта тақырыптар өте кең және әртүрлі бағытта жазылатын болады. Яғни сайтқа офер сөздерін қолдану арқылы тақырыптарды шығаруға болады екен. Тақырып жазуда ескермейтін 7 құпия формула бар. Мен сіздерге қазір жеке айтып өтемін. Қағаз қаламдарыңызды алып жазып алсаңыздар болады. Бұл ақпарат сіздерге өте пайдалы болады. Ендеше кеттік. Бірінші, яғни сіз өз салаңызда артықшылыққа демонстрация жасау. Ол дегеніміз қалай? Яғни клиент өз сізден алатын тауарын қай уақытта, қанша уақытта, қай кезде алатынына нақты көз жеткізу. Яғни сіз өзіңіздің қызметіңізде, мысал келтіретін болсақ, көбіне сетевойлар жаңағыдай осындай тақырыптарды қолданады. Қазір сен $100 салсаң, 7 күннің ішінде сен $250 ала аласың. Яғни бұнда ол жұмыстың нақтылығы көрсетіліп тұр. Нақты сандармен айтылып тұр. Бұнда сандар өте үлкен рөл ойнайды. Сондықтан сандарды алға тартып, нақты тақырып қойсаңыз болады. Мысалы, торт саласында болса, сен торт жасау арқылы 60 күннің ішінде 400 мың теңге табасың. Бұл 60 күннің ішінде тортты жасап сату арқылы 400 мың теңге табасың деген нақты цифралармен көрсетіп тұр. Екінші, қалай әдісімен интрига жасау, яғни қалай деген сөзді қолдану. Мысалға, қалай үйде отырып тұрақты 200 мың теңге табысқа шығуға болады. Үйде отырған аналарға өте қызықты тақырып. Үйде отырған аналар қалай тұрақты 250 мың, 150 мың, 200 мың теңге табыс таба алады. Мысалы, үйде отырып кооператив көмегімен 150 мың теңге табысқа шық десе, яғни ол үйде отырады, кооператив саласын үйренеді және ол шынымен де 150 мың теңге табысқа шығады. Яғни сізде өз салаңызда қалай деген әдісті сөзді қолдану арқылы тақырып құрастырып шығара алады екенсіз. Үшінші, құпия сөздің қолдану арқылы тақырып шығару. Яғни адамдар өзіне бейтаныс, құпия, ешқашан көріп естіп білмеген нәрсеге көбірек қызығады екен. Яғни құпия деген тақырыпты қолданасыз. Мысалға, кәсіп бастаудың құпия 2 жолы. Яғни ол кәсіп бастағысы келеді, бірақ қандай жолмен бастауды білмейді. Сіз оған өзіңіздің тәжірибеңізде эксперт ретінде оған құпия 2 жолда айтатын боласыз. Яғни ол адам сіздің осы тақырыбыңызға тоқталатын болады. Болмаса, Ресейден сертификатталған маманнан кәсіп бастаудың құпия 2 жолын білу арқылы өз кәсібіңді дамыт. Құпия 2 методикамен кәсіп бастауды үйретіп табысқа шығарамын. Құпия сөзін қолдану арқылы өздеріңіздің кәсіптеріңізге тақырып шығара алады екенсіз. Төртінші, жаңа сөзімен тақырып құрастыру. Яғни сіз саудада болсын, қызметте болсын, өндірісте болсын, өз қызметіңізге жаңа нәрселерді, жаңа дүниелерді енгізіп отырмасаңыз, онда сіздің аудиторияңыздың қызығушылығы басқа конкуренттеріңізге алып кетуі мүмкін. Сондықтан сіз өзіңізге жаңа дүниелерді енгізіп отырмыз. Оған мысалы жаңа деген сөзге қандай нәрселер қолдансақ болады? Жаңа техника, жаңа модуль, жаңа методика, жаңа коллекция, жаңа тауар деген сияқты. Осы жаңа деген сөздерді қолдану арқылы сіз өзіңізге идеальный тақырыптарды шығара алады екенсіз. Мысалға, бүгін жаңа коллекцияның келуіне байланысты ескі тауарға 50% жеңілдік. Яғни ол жаңа деген нәрсені сіз сөз арқылы, кілт сөзге айналдырып тұрсыз. Сол арқылы сіз тақырыпты шығара аласыз. Болмаса тақырып жазудағы жаңа 10 ретро формуланы аласың десе, яғни ол адамға қызық. Ол жаңа формуланы қалай алсам екен деген қызығушылықпен сіздің клиентіңіз бола алады екен. Сіз де осы жаңа деген сөзді қолдану арқылы өзіңізге клиенттерді әкеле алады екенсіз. Бесінші,
қазақ тілінде өткендей күшейтпелі шырайда сөздерді қолданамыз. Яғни күшейтпелі шырайдағы сөздер қандай болады? Ең, тіптен, ауқымды, өте, керемет, көп деген сөздерді қолдану арқылы тақырып шығара алады екенбіз. Яғни 2021-де аналарға ең қатты ұнаған копирайтингтің құпияларымен бөлісемін. Яғни бұндағы кілт сөз ең қатты ұнаған деп тұр, иә? Үйде отырған аналар бұл тақырыпты оқыған кезде қандай тақырып екен деп қызығып сіздің парақшаңызға өтуі мүмкін. Тағы да бір мысал, сауданы бастаудың ең оңай жолы. Сауданы бастағысы келеді, бірақ қалай бастауды білмейтін жандарға ең оңай жолы деген кілт сөзді қолдану арқылы, яғни сауда бастағысы келетін клиенттерді өзіне алып келе алады екен. Сіз де өзіңіздің қызметіңізде күшейтпелі шырайлардағы сөздерді қолдану арқылы клиентті өзіңізге алып келе алады екенсіз. Алтыншы, провокациялық сұрақтар қою арқылы тақырып шығару. Яғни провокациялық сұрақтар дегеніміз адамның психологиясына әсер ету арқылы тақырыптар шығару. Адамға қорқыныш, үрей, қорқу сезімдерін тудыру арқылы, иә. Мысалға, дисплазияны уақытында емдемесе не болады? Остеохондроздан құтылудың жолын таппай жүрсің бе? Болмаса 2021-де налогты 2 есе төлеп келдің бе? Қазір 2022 жыл, мен шынымен де 2021-де налогқа 2 есе ақша төлеп келдім бе деп ол мазалануы мүмкін, иә? Ол сіздің парақшаңызға өтіп ақпараттарды алуы мүмкін. Сол уақытта сізге 2 тегін өнім беріп алдап жүрме. Яғни сіз тегін өнім берді деп алуыңыз мүмкін, бірақ басқа заттыға ақшасына сіз сол зат тегін деп алған затыңыздың ақшасын қосу арқылы сіз алданып шынымен де ақшасын төлеп кетуіңіз мүмкін. Яғни сіз провокациялық сұрақтарды қою арқылы да өзіңізге клиенттерді алып келе алады екенсіз. Жетінші, клиенттер шок алатын тақырыптарды ойластыру. Яғни сіздің жасап жатқан қызметіңізден адамдар шынымен де таңғалу керек. Мысалы, үйде отырған сымбат қалай өзіне көлік сатып алды. Яғни бұл адамға таң қалдырады. Мысалы, Жансая қалай 35 торт сату арқылы 336.500 теңге табысқа шықты. Яғни ол үйде отырып торт сатады, бірақ сол 35 торттан осындай теңге ол пайда көреді. Яғни мен де қолымнан торт жасау керек, мен де осындай табысқа шықтым, бірақ қалай шықты екен, қандай не нәрсе оқыды екен, үстіне қанша теңге маржа қойды екен, оны қанша күнде тапты екен деген сияқты. Яғни клиентіңізді осындай шок алатын тақырыптарды сөздерді қолдану арқылы, яғни өзіңізге клиенттерді әкеле алады екенсіз. Яғни көбіне курс сатушылар, басқа да қызмет саласындағылар өзінің клиенттерінің отзывтарын, клиенттерінің жасаған, мысалы студенттерінің нәтижелерін, кейстарын осылай қолдану арқылы өзіне жаңа студенттерді алып келе алады. Сіз де өз салаңызда шок алатын тақырыптарды, нәтижелерді, тәжірибелерді, кейстарды пайдалану арқылы өзіңізге клиенттерді алып келе алады екенсіз. Тақырып жазудағы 7 құпия әдіс сіздер үшін өте пайдалы болды деген ойдамын. Каналға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Өз ойларыңыз болса бөлісіп отырсаңыздар болады. Алдағы уақытта осы тақырып жазудағы келесі құпия 4 технологиясымен бөлісетін боламын.